Қайырлы күн, құрметті менің алтын оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге өте дәмді үй жағдайында борщ сорпасын дайындап көрсететін боламын. Осы видеоның астына описание бөліміне толық құрамын жазып қоятын боламын. Міндетті түрде сол жерден қарап жасап көруіңізге болады. Ең дәмді рецепт түрін менімен бірге жасап көріңіздер. Арнаға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліңіз, лайк басыңыз және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттарды алдын ала дайындап аламыз. Мендегі ет сиыр еті, картоп, сәбіз, пияз, қызылша және де капуста қажет болады. Етімізді ұсақтап, осылай кубиктап турап шығатын боламыз. Мен бұл борщ сорпасын қайнатпай, яғни қуырып пісіретін боламын. Әрине бұл өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әр ас үй бикесінің дайындау әдісі әртүрлі болғандықтан, бұл әдісті мен өз жағдайымда жасап сіздерге ұсынып жатқан жайым бар. Етімізді турап дайындап алдық. Ендігі кезекте пиязымызды дәл видеодағыдай осылай ұсақтап турап алатын боласыздар. Пиязымыз көбірек болған сайын тамағымызда соғұрлым өте дәмдірек болары сөзсіз. Сондықтан міндетті түрде пиязды барынша көбірек турай бергендеріңіз дұрыс. Пиязымызды турап дайындап алдық. Ендігі кезекте сәбізімізді өз қалауларыңыз бойынша, яғни турап алсаңыздар болады. Мен осылай дәл видеодағыдай 4 бұрышты кубиктап турап шығатын боламын. Сәбіздерімізді турап алғаннан кейін ендігі кезекте картоптарымызды да дәл видеодағыдай осылай кубиктап турап алатын боламыз. Ал ендігі кезекте бізге капуста қажет болады. Капустаны да дәл видеодағыдай осылай пышақтың көмегімен ұсақтап турап алатын боламыз. Құрметті көрермендерім, менің видеом пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Ал ендігі кезекте қызылша қажет болады. Қызылшамызды осылай түйіркадан өткізіп алатын боламыз. Барлық керекті заттарымызды алдын ала турап дайындап алдық. Енді бізге осылардың барлығын қуырып пісіріп алу қажет болады. Ол үшін қазанымызға майымызды құйып, қызып тұрған майымызға етімізді салып, қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Құрметті көрермендерім, менің арнамнан ыстық тағамдардан бөлек түрлі тәттілердің, сонымен қатар ыстық бауырсақ, ыстық самсат, салаттардың рецепт түрлерін таба аласыздар. Етімізді жақсылап қызартып қуырып алдық. Ендігі кезекте үстіне пиязымызды салып, пиязымызды да қызартып қуырып алатын боламыз. Пиязымыз қып-қызыл болып қуырылды. Енді осының үстіне сәбізімізді және де картопымызды салып, оның үстіне туралған, ұсақтап туралған капустамызды салып, 2-3 минут аралығында қуырып алатын боламыз. Және де қуырылып болғаннан кейін оның үстіне бір ас қасық томатымызды салып, томатымызды да 2-3 минут аралығында осылай, яғни барлығын араластырып қуырып алатын боламыз. Содан соң дәміне қарай тұзымызды саламыз және де кез келген дәмдеуіштерді қолдануларыңызға болады, бірақ мен тек қана тұзды салдым, себебі менің балаларым кішкентай болғандықтан, яғни дәмдеуіштерді ұната қоймайды. Сондықтан тұзымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Барлық көкөністерді қуырып алғаннан кейін енді оның үстіне салқын суымызды құйып, қайнатып алатын боламыз. Біздің сорпамыздың бетін жауып, бір қайнатып алатын боламыз. Қайнап шыққан сорпамыздың үстіне қызылшамызды салып, газымыздың астын баяу отқа қойып, өте баяу отта, яғни 1 сағат көлемінде қайнатып пісіріп алатын боламыз. Барынша көбірек қайнатсаңыздар, сорпаларыңыз, яғни борщ сорпамыз өте дәмді болары сөзсіз. Міндетті түрде баяу отта 1 немесе 1,5 сағат аралығында пісіріп қайнатып алыңыздар, сонда сорпаларыңыз өте дәмді болып шығады. Осымен біздің борщ сорпамыз дайын. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермендерім. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлбану. Келесі видеоларда кездескенше арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.